Бәріңе ассалаумағалейкум. Әдеттегідей мен Мизамғалиев Ерасыл. Бүгін біз сіздерге бір атадан тараған ағайынды бауырлас бүкіл түркі мемлекеттері бір туасына біріксе, немесе түркі мемлекеттері одағы құрылса, әлемге түркілердің саяси және экономикалық әскери ықпалының қандай болатынын ойлап көреміз. Ендеше кеттік. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Түбі бір түркі жұртын бір шаңырақтың астына жиып, түрік қағанатын құрған ер бумыннан бастап, естемей қаған, абыз тоны көк, көне көк түріктің көксемсері атанған күлтегін сынды батырлар құдайына сыйынып төбедегіні келтірген еді. Мешіттер қорғанымыз, күмбездер дулығамыз, мұнаралар найзамыз, мүміндер әскеріміз деп ұрандатқан түркі жұрты әлемнің жартысына билігін жүргізген ер жүрек халық болған деседі. Содан кейінгі ғасырларда түбі бір түркі бір халық өзара өз алдына мемлекеттер құрып, бөлектеніп, әлемде шашырап кетеді. Бек ұлдары құл болмасын, пәк қыздары күң болмасын деп, күллі түркі әлемін қорғау жолында басыны еңкейтіп, тізеліні бүктірген еді, дейді шежіре тарих. Мұның бәрі өткеніміз, ал бүгінше. Бүгін қоғам басқа, заман басқа, адам басқа. Бұрынғымен салыстырсам санам басқа деген секілді, кезінде кеңес одағының өктемшіл саясаты түркі жұртының ағайын болып, аралас-құралас өмір сүруіне жол беруі былай тұрсын, керісінше бір-бірін жатсынып, жатырқайтын деңгейге жеткізбеді. Алайда өктем саясат түркі жұртының бауырмалдылығын жоя алмады. Әр ел дербестік алып, тәуелсіздігін жариялап, өз қолы өз аузына жете салысымен ақ, түркі ағайындар бір-бірін іздей бастады. Түбі бір түркілер еңбектеп болсын бір-бірін тапты. Ендеше ойланып көрелік. Түркі мемлекеттері қайта бір шаңыраққа біріксе, миллиардтар елі Қытаймен, ақырған аю Ресеймен, тізгіні қолда бар Америкамен иық теңестіре ала ма? Оны біз өзімізше сараптап көрдік. Алдымен тәуелсіз түркі мемлекеттерін атап өтейін. Түркия, Кузей Карс түріктің уәлаяты, Әзірбайжан, Түркіменстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан және басқа мемлекетте жатқандар Шыңжаң ұйғыр автономиясы, Алтай аумағы, Чуайстан, Дағыстан, Хакасия, Тувак, Қарашай, Башқұртстан, Татарстан, Якутстан және Қырым татарлары, Қашқайлар, Чуваштар, Сахалар, Құмықтар, Балқарлар, Тувалар, Қырым қарапайымдары және Еуропадағы гагауздар және тағы да басқа ұлттар бір ұлт болып қайта біріксе, жер көлеміміз 10.122.048 километр болар еді. Тіпті бұдан да асып жығылуы мүмкін. Яғни біз жер көлемі бойынша Қытай мен Канаданы басып озып, әлемдегі Ресейден кейінгі екінші орынды иеленер едік. Және шекаралық құрлық бойынша 11 елмен, яғни Ресей, Қытай, Тәжікстан, Ауғанстан, Иран, Ирак, Сирия, Грекия, Болгария, Армения, Грузиямен шектесер едік. Ал су жолы бойынша 7 елмен, яғни Палестина, Израиль, Ливан, Египет, Румыния, Украина және тағы да Грекиямен шекаралас болар едік. Мемлекеттің туы осындай көк түсті болар еді. Ал мемлекеттің атауы бүкіл түркі федерациясы деп аталар еді. Халық саны 275 миллионды құрар еді. Яғни біз 203.267.598 адамды құрайтын Бразилия мен 257.563.815 миллион халқы бар Индонезияның алдын орап 4-ші орынға шығар едік. Мемлекеттің ең танымал қалалары Астана, Измир, Анкара, Ашхабад, Ташкент, Баку, Қазан, Шымкент, Анталия, Адана, Бішкек, Стамбул, Алматы болар еді. Діни құрамына тоқталсақ, мемлекеттің 88,30% мұсылмандар, 4,20% христиандар, 3,90% атеисттер, 2,20% будда өкілдері және 1,40% басқалары құрар еді. Сөйтіп, дүниедегі ең үлкен ислам өлкесі болып келген Индонезия мемлекетінің алдын орап, номері 1-ші ислам өлкесі болар едік. Мемлекет экономикасы өрістеп,
шаруашылығы дамып, мал өсіру, егін дақылдарын өндіру дамыр еді. Сонымен қатар мұнай мен газ, көмір және тағы да басқа табиғат ресурстары өзімізде өндіріліп, өзімізде өңделер еді. Ішкі жалпы өнім жан басына шаққанда жоғары көрсеткішке жетіп, түркілерге ортақ бір валюта қалыптасып, әлемде экономикасы жөнінен 11-ші орынды иеленер едік. Түркі мемлекеттері біріксе, саяси және экономикалық ықпалымыз Еуропа мен Азия аймағына зор әсер етіп, сауда-саттық, экспорт, импорт жақсы жолға қойылар еді. Сонымен қатар, Қара теңіз, Жерорта теңізі, Каспий теңіздерінде туризм дамып, Балқаш, Ыстықкөл секілді көлдер мемлекет қазынасын толтырары сөзсіз. Бүкіл дүниенің түркі елдері біріксек, бұдан былай шикізат өндіруші емес, шикізат өңдеуші мемлекетке айналар едік. Шыңжаң ұйғыр автономиясындағы жерімізді өзімізге қосып алып, ондағы қорлықты тоқтатып, қара халықты түрмелерден бостандыққа жіберіп, ондағы Қашқар қаласын мемлекеттің танымал миллионер қаласына айналдырар едік. Онымен қоймай, ыдырау алдында тұрған Ресейден Орынбор, Төмен, Қазан қалаларын қайтарып алар едік. Сондай-ақ Якутстанға баратын бүкіл түркі жерлеріне қайта иелік етер едік. Байқоңыр ғарыш айлағын қайтарып алып, өз жерімізде өз ағайындарымызбен бірге пайдаланар едік. Әскери күшіміз артып, әуе қорғанысымыз және су жолы қорғанысымыз қазіргіден күштірек болар еді. Жалпы әскер санымыз 2.299.490 адамға жетіп, дүниенің ең таңдаулы әскерлері мығым 5-ші мемлекетке айналар едік. Еуропа мен Азияны байланыстырған әрі 16 мемлекетпен шектесетін ең үлкен әрі ең мықты мемлекеттердің бірі болар едік. Видео ұнаса лайк басып кетіңіз және арнаға тіркеліп, қасынан шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Егер бүкіл әлемдік түркі мемлекеттері біріксе, қандай болар еді? Өз ойыңызды комментарийге жазып кетіңіз. Біз міндетті түрде оқитын боламыз. Сіз үшін білген дұрыс.